Мен Жамбыл атындағы мектеп гимназиясының 10-шы Ә сынып оқушысы Толырхан Айша. Қорғайтын жобамның тақырыбы пластикалық қалдықтардың қоршаған ортаға әсері. Жетекшім Төреханова Айман Болатовна. Менің жобамның мақсаты пластикалық қалдықтардың табиғатқа, адам денсаулығына және экожүйелерге тигізетін әсерін анықтап, оларды азайту жолдарын ұсыну. Пластмасса адам өмірінде көп кездесетін материалдардың бірі. Неліктен? Себебі ол біздің қазіргі таңда арзан, жеңіл және төзімді болып табылады. Сондықтан да біз қазіргі таңда оны көбінесе пайдаланамыз. Бірақ та біз оның табиғатқа, адамдарға әсерін, яғни кері әсерін біз білмей жатамыз. Яғни пластиктердің түрлеріне байланысты олардың ыдырауы да көптеген жылдарға созылады. Мысалға, полиэтилен пакеттер 100-200 жылдар бірақ қана ыдырай бастайды. Пластикалық бөтелкелер 450 жылдан кейін, және де пластикалық ыдыстар, түтікшелер 500 жылдан кейін ғана ыдырайды. Тіптен кейбіреуі ыдырамауы да мүмкін. Және де қоршаған ортаға әсеріне келетін болсақ, біз 3 түрге бөліп қарастырдық: топырақ, су және де ауа. Қазіргі таңда көптеген пластиктердің ыдырамауына байланысты пластик бөлшектерді топырақ астына көміп тастайды, немесе топырақ астына түскен бөлшектері құрылымдары, яғни топырақ құрылымдарын бұзып, ауыл шаруашылығының дамуына кері әсерін тигізеді. Және де суға келетін болсақ, мұхиттар мен өзендерде жатқан көптеген қалдықтар, яғни пластик бөлшектердің қалдықтары су астына жатқан теңіз жануарлары мен балықтарға өте қатты қауіп төндіреді. Ал ауаға келетін болсақ, біздің жұтып жатқан ауамыздың барлығы, яғни пластик бөлшектердің өртеу барысында улы газдар бөлінеді, көмірқышқыл газдар бөлінеді. Соның кесірінен адамдар сол ауамен демалған кезде оның денсаулығына зиян келтіреді. Және де жануарлар мен адамдарға әсерін айтатын болсам, жануарлар пластикті тамақ деп ойлап жұтып қоюы мүмкін. Соның кесірінен көптеген жануарлардың өліміне себепші болады. Ал адамдарға келетін болсақ, микропластик адам ағзасына су немесе тамақ арқылы түсіп, адамның ағзасына өте қатты денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Бұл бұйымдар менің қалдық заттардан өңдеп шығарған, яғни екінші өмір берген заттарым, яғни бұйымдарым. Сіздерге соның бірімен тәжірибелі түрде көрсететін болсам, бізге ең бірінші осындай пластик бөтелкелер керек. Яғни пластик бөтелкені кесіп аламыз, мен уақыттың аздығына байланысты осылай дайындап қойдым. Және де ортасын кесіп аламыз, ортасынан бөлінген қалдықтарды мынандай түтікше ретінде жасай аламыз. Және де бізге ыстық клей керек болатын болады. Бізде осындай бұйым пайда болды, яғни су құйғыш гүлдерге немесе басқа да заттарға су құюға болады. Және де мен осындай тағы да бір бұйым жасап келдім, дайындап келдім, яғни пластик бөтелкеден. Енді біз оны осы секілді оны жабыстырамыз, яғни гүлдерді жабыстырамыз. Бұлар сән ретінде бөлмеге қойып қоюға болады. Және де мен осындай заттарды жасаған. Ендігі жобамыздың шешу жолына келетін болсақ, бізде ең біріншісі қайта өңдеу, рециклинг, яғни қолданылған пластик заттарды қайтадан өңдеп шығару, балқытып немесе жаңа бұйымдар жасау. Жаңа көрсеткенімдей, және де қалдықты азайту. Бір реттік пластик заттардан бас тартуымыз керек. Яғни қазіргі таңда шоппер, тағы да басқа бір реттік емес, көп реттік заттарға көшуіміз керек.
және де биопластик қолдану табиғи шикізаттан, жігері немесе картоп крахмалынан жасалған ыдырайтын пластикалық түрлерін пайдалануымыз керек. Қалдықтарды бөлек жинау жүйесін енгізу, яғни пластиктерді бөлек, айнектерді бөлек, қағаздарды бөлек жинайтын болсақ, қайта өңдеудің сапасы өте жақсы болады. Экологиялық білім беру. Халыққа біз биопластиктің зиянын түсіндіруіміз керек. Сол арқылы біз қалдықты азайтамыз, қайта өңдеуді қолға аламыз. Заңдық бақылау күшейту, пластик өндіру және оны қолдауға шектеу қою. Қорытындыға келетін болсақ, пластик заттар, яғни қалдықтар тек бір елдің емес, бүкіл әлемнің қазіргі таңда зиянды мәселесіне, яғни адамзаттың мәселесіне әкеліп тұр. Бұл мәселені шешу үшін әр адам өзін тұтынып жатқан заттарына дұрыс қарау керек, яғни қалдықтарды әр жерге тастамауымыз керек, және де пластиктерді қолданудан бас тартуымыз керек. Осымен менің жобам өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет.